Баршаңызға сәлем. Дәстүрлі гүлдер Қазақстан мен Ұлыбританияның нышандары. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле етіңіз. Кіріспе, символика рәміздер әлемді тануда нақты бір бейнелер түрінде тану жолы ретінде ежелден бар дүние. Нышандар бұл халықтардың мәдениеті мен тарихының бір бөлігі. Ұлттық белгілер халықтың тарихи жадының қызмет етуінде маңызды рөл атқарады. Символдық заттар мен белгілер кез келген адамға оның даму тарихында бірге жүреді. Зерттеудің өзектілігі Қазақстанның символдық гүлі қызғалдақ, ал Ұлыбритания құрамына 4 ел кірсе, олардың әрқайсысында да флористикалық символ бар. Елдің салт дәстүрін, әдет-ғұрпын және тарихын айналып өтіп, тілді үйрену мүмкін емес, бұл осы зерттеудің өзектілігін анықтайды. Зерттеудің мақсаты Қазақстан мен Ұлыбританияда қандай флористикалық символдық нышандар бар екенін білу, олардың шығу тегін және өзіне тән ерекшеліктерін анықтау. Қазақстан қызғалдақтар отаны. Қызғалдақтардың шығу тегі Голландиямен байланысты, алайда бұл мүлдем олай емес. Қазақстанның оңтүстігі жабайы қызғалдақтардың отаны болып саналады. Бұл жақта керемет әдемі гүлдердің сирек кездесетін сорттары өседі. Шын мәнінде сәндік қызғалдақтар Европаға алғаш рет 16 ғасырдың соңында Түркиядан келген. Онда оларды Осман империясының сұлтандарының бақтарында білікті селекционерлер өсірді. Голландиялық мәдени сорттардың көпшілігі кейінірек сонымен қатар азиялық қызғалдақтардан, көбінесе қазақстандық қызғалдақтардан алынды. Кезінде Ұлы жібек жолы арқылы саудагерлер Орта Азия мен Қазақ жерінен қызғалдақтың пиязшықтарын Түркияға жеткізген. 15-16-17 ғасырларда ол Германия, Ұлыбритания, Голландия елдеріне таралды. Тіпті олар қызғалдақ безгегімен ауырып, гүл өсіруді ұлттық деңгейге көтерді. Голландық сұрыптаушылар қызғалдақтың 100 түрін шығарып, бүкіл Европаға қызғалдақ саудасын қыздырды. Қазірде шетел ғалымдары селекциялық жолмен мәдени сұрыптарын алып жатыр. Бірақ олар бізге қызғалдақтың отанына қайта-қайта келуге мәжбүр. Себебі әрбір мәдени сұрып 2-3 жыл, ары кеткенде 5 жыл ғана өзінің жаңа алынған кездегі қасиеттерін сақтайды. Ұлыбританияның қысқаша тарихы. Біріккен корольдік 1801 жылы құрылды. Оның құрамына Англия, Шотландия, Уэльс және бүкіл Ирландия кірді. 1921 жылы оңтүстік Ирландия одақ құрамынан шықты. Англия, Шотландия және Уэльс одағы Ұлыбритания деген атпен танымал. Орта ғасырларда Англия көрші елдермен жиі соғыс жүргізді, алайда 16 ғасырдың ортасында ол Уэльспен біріктіріліп, 1707 жылы бұл одаққа Шотландия кірді. Нәтижесінде Ұлыбритания мемлекеті құрылды. 16 ғасырдан бастап Ұлыбритания қуатты теңіз империясына айнала бастады. 1960 жылдары ағылшын отарларының көпшілігі тәуелсіздік алды. 1973 жылы Біріккен корольдік Еуропалық экономикалық қоғамдастыққа, Еуропалық одаққа кірді. 20 ғасырдың 60-80 жылдары Ұлыбритания елдің сыртқы және ішкі саясатын айтарлықтай өзгерткен экономикалық құлдырауды бастан өткерді. Британдықтар бірінші әйел премьер-министр Маргарет Тэтчердің билік ету кезеңінен өтті және қазір еңбек партиясының жетекшісі Тони Блэрмен бірге жақсы болашақ құруға тырысуда. Англияның қызыл раушан гүлі. Англия, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен корольдігінің ең ірі тарихи және әкімшілік бөлігі. Ұлыбритания үлкен аралының оңтүстік шығыс бөлігін алып жатқан ел. Лондон, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен корольдігінің астанасы. Бұл Британ аралдарында орналасқан ең үлкен қала. Англияның қызыл раушан гүлі. Әр елдің өзіндік ұлттық рәмізі, өзіндік ұлттық гүлі бар. Олар мемлекеттің мәдениетін, оның тарихын, елді қоршаған әлемге таныстыруды бейнелейді. Англияның символы қызыл раушан. Ұлыбритания тарихын зерттейтін кез келген адамның назарын қызыл және ақ раушан соғысы сияқты оғаш атау қызықтырады. Энциклопедиялық сөздікте айтылғандай, қызыл және ақ раушан соғысы Плантагенет патша әулетінің екі сызығы Ланкастер қызыл раушан елтаңбасында және Йорк ақ раушан елтаңбасында арасындағы ағылшын тағына қанды феодалдық күрес. Әулеттер арасындағы бәсекелестік Ланкастер отбасынан шыққан Генри VII мен Йорк отбасынан шыққан Эдвард IV қызы ханшайым Елизаветаның үйлену тойымен аяқталды. Қан соғысы аяқталды, ал қызыл раушан татуласудың символына ғана емес, сонымен бірге Англияның ұлттық гүліне айналды. Шотландия, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен корольдігінің құрамдас бөлігі. Шотландия астанасы Эдинбург,
қамалмен көмкерілген керемет және ежелгі қала. Шотландияның ұлттық эмблемасы ошаған гүлі. Шотландияның символы ошаған. Біртүрлі адамдар тікенекті елдің символы ретінде таңдаған. Бірақ бұл қарапайым гүл емес, ол тарихи фактілерге сәйкес елді құтқарды. 990 жылы Перс маңында даниялықтар король Кеннет екінің әскерін түннің жарымында жеңу үшін жағаға шықты. Шотланддар даниялықтар түнде оларға шабуыл жасайды деп күткен жоқ. Сондықтан олар бейбіт ұйықтап таңертең шайқасқа күш жинады. Ал жаулар болса түн қараңғылығын пайдаланып, үнсіз шабуылға шығып, шотландықтарды қапыда өлтірмек болды. Өз лагерлерінде еш қауіптенбестен бейбіт ұйықтап жатқан шотландықтарды көргенде олар қатты таң қалды. Шотландтар оларды жауынгерлердің күші мен ерлігі емес, жаулап алудан құтқарған ошаған деп шешті. Адамдарға барлық нәрседен сиқыр іздеу жағын тағдырға сеніп қалу тән. Сонымен қатар шотланддар өздерінің мінездерін тікенектің табиғатына өте ұқсас деп шешті. Олар да ошаған сияқты қол жетпейтін намысшыл және тәкаппар. Википедияға сәйкес 1470 жылы Джеймс үшінші билігі кезінде күміс монеталарда тікенектің бейнесі пайда болды. 1687 жылы Шотландиядағы алғашқы рыцарлық бұйрық ошаған ордені құрылды. Яков үшінші саутты ұлттық эмблема ретінде бекітті. 1702 жылы Ұлыбритания елтаңбасына тікенектің бейнесі енгізілді. Нарцисс және Уэльс шуасы. Уэльс Англияның батысында орналасқан Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігінің құрамдас бөлігі. Солтүстігінде Ирландия теңізі, оңтүстігінде Бристоль шығанағы және батысында Сент-Джордж бұғазы бар. Уэльстің астанасы Кардифф. Ол Уэльстің астанасы және оның ең үлкен қаласы ғана емес, сонымен қатар тарихи және мәдени орталық. Уэльсте екі өсімдік символы бар: сары нарцисс гүлі және жуа. Жуа Уэльстің ұлттық эмблемасы. Оның тарихы әулие Дэвидтің есімімен байланысты. Аңыздарының біріне сәйкес Дэвид бірнеше жыл тек нан мен жабайы пияз жуасын жеп өмір сүрген. Тағы бір аңыз бойынша саксондарға қарсы шайқастардың бірі жуа өсірілген далада болған. Ұрыс кезінде әулие Дэвид сарбаздарын өздерінің жолдастарын жаулардан ажырату үшін шлемге жуа байлауға шақырды. Шекспирдің Генрих V пьесасында валлиліктердің өздерін жуамен безендіргендігінің дәлелі бар. Солтүстік Ирландия бедесі. Трилистник. Солтүстік Ирландия Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігінің құрамдас бөлігі. Ирландия аралының солтүстік шығысында орналасқан. Кейде Олстер атауы қолданылады, өйткені Солтүстік Ирландия осы тарихи провинцияның көп бөлігін алып жатыр. Оның құрамына 6 округ. Астанасы Вальфаст қаласы басты өндірістік орталық болып саналады. Биде Ирландияның флористикалық символы, алайда биде Ирландияның бейресми символы. Биде өздеріңіз білетіндей сәттілікті білдіретін гүл. Бизнесте, қарым-қатынаста, жұмыста, махаббатта және тағы басқада. Сұрақ: неліктен биде Европаның ежелгі халықтарында биде ерекше тіпті сиқырлы гүл болып саналды? Біріншіден, әлемнің барлық бағыттарына бағытталған 4 биде жапырақшасы әлемнің бірлігі, оның шексіздігін бейнеледі. Жапырақтар әлемді жылытатын және тамақтандыратын күн сәулесінің бейнесі, яғни биде күн гүлі ретінде қарастырылды. Екіншіден, бидені әсіресе друидтер құрметтеген деп саналады. Мүмкін оның қасиеттері үшін болар. Үшіншіден, шалғынды биде керемет емдік қасиеттерге ие. Оның жапырақтарын қарақат және шаңқурай, таңқурай жапырақтарымен қосып ішкенде жалпы сауықтырғыш қасиетке ие. Биде тұнбасы анемия мен суыққа көмектеседі. Атеросклероз үшін биде мен таңқурай жапырақтары бар тұнба ұсынылады. Биде отты шөп, шаңқурай және қайың жапырақтарынан балмен бірге күрделі шай жасағанда тіпті керемет болады. Ханшайым патшаның ұрпақтары. Қорытынды. Қазақстан қызғалдақтар отаны. Қызыл раушан Англияның ұлттық символы. Ошаған Шотландияның ұлттық символы. Нарцисс пен жуа Уэльстің ұлттық символы. Биде Ирландия символы болып табылды. Ұсыныс: Ұлыбритания тарихы, ондағы символизмдер туралы таңдау курстарында оқытылса екен. Осымен дәстүрлі гүлдерге қатысты, символдарға қатысты жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіздер. Алда тағы қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.